Так, ECP-ні басамасаңыз ECP сайтына кіреміз, одан кейін ECP-ні басамыз, одан кейін мына создать дегенді басамыз да. Жаңадан басамыз. Мына жерде бірінші номерін қойып аламыз. Одан кейін бүгінгі күнді тұр, одан кейін в разделіне өзінің ECP жіберген адамның өзінің данные жазылып тұрады. Ол жерге тек IP болса 17 қоямыз. Егер то болса 19 деп жазамыз. Мына жерде енді біз бұл жердегі іздеп жатқанымыз ақша аударатын счетты іздеп жатырмыз. Міне. Осыны жазамыз. Одан кейін барып мына жерге в-ға получательге біз мына оның несін тауып аламыз. Bin-in міне. Осыларды копировать етеміз да мынаған қоямыз. Сөйткенде өзінің астындағы компанияның аты шығады. Сөйтеміз да С1 разделіне келеміз. Бұл жерге ештеңе жазбаймыз. Д-ға келеміз. Д-ға мына жерге жаңағы отправить ететін, яғни біз товар жіберетін компанияны жазамыз. Ал біріншіге өзіміздің мынаны көшіріп алып, копировать етіп, осыны жазамыз. Мына жерге инді жазса өзінің сайрам сайдинг шығады. Д разделін бітірдік. Енді Е разделіне барыңызда без договора болса, мына без договора жазамыз. Егер договор болса, жерге номерлерін жазамыз. F-ке кіреміз. F-те жаңағы бірінші жазған номер документін жазамыз. Екінші бүгінгі числоны жазамыз. Яғни қай күні отправить етіп жатыр. Одан кейін Ж-ға кіреміз. Ж-ға кіргенде мына жерде бір товар ма, екі товар ма, мына жерде плюсті басып қосамыз. Егер де мына жерде товар болса 5-ті белгілейміз. Егер де услуга болса 6-ны белгілейміз. Мына жерде товардың атын жазамыз. Міне, сөйтіп не аламыз да, мына жерге штука ма или литр ма, соны белгілейміз. Яғни бізде мына жерде не бар? Так, штуканы белгілеп жазамыз. Мына жерде количество тоже штука. Мына жерге 1 штук, мына жерге 2 штук деп жазасыздар. Мына жерге цена тарифа біреуі қанша тұрады? Так, бұның біреуі 1,5 миллион тұрады. 1,5 миллион. Яғни екіншісі бізде 350 мың тұрады. Соны жазып жібереміз. Міне. Бізде вообще 2 миллион 250 шығады. Сөйтесті отправить писать ECP деп жазамыз. Мына жерге керекті паролімізді жазып жібереміз. Осылай жазып жібереміз. Сондай болады.